Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ, оңай жасалатын сгущенка мен пирог дайындайтын боламыз. Құрамына қажет заттардың барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші жұмыртқамызды саламыз. Үстіне қантымызды қосамыз. Енді осы екі қоспамызды жақсылап тұрып, ағарып көпіргенге дейін миксерлейтін боламыз. Міндетті түрде біздің екі қоспамызды ағарып, массасы екі есе ұлғайғанға дейін миксерлеңіздер. Сол кезде бізде бисквитіміз жұмсақ әрі үлпілдек болып шығатын болады. Міне осылайынан ағарып көпіргенге дейін миксерледік. Енді үстіне күнбағыс майын құямыз. Одан кейін сгущенка құямыз. Мен сгущенканы көбінде Д фирмасыныкін және де Три желания фирмасыныкін қолданамын. Сгущенка мен күнбағыс майын салғаннан кейін көп миксерлеп керек емес, шамамен 1 минутта ғана миксерлесеңіздер жеткілікті. Енді құрғақ қоспамен жұмыс жасаймыз. Ол үшін ұнымыздың үстіне қопсатқышымызды, яғни разрыхителімізді салып, осылайынан араластырып аламыз. Құрғақ қоспамызды араластырып болғаннан кейін осы массамызға осылай аз-аздан сала отырып миксерлеп аламыз. Бізде қатты қою немесе сұйық масса болмауы керек. Қазір сіздерге қандай сұйықтықта болатындығын көрсетемін. Міне осындай қоюлықта болуы керек. Енді пирогымызды пісіруге кірісеміз. Ол үшін мен кольцо қолданып жатырмын. Астына фольга төседім. Егер сіздерде басқаша форма болатын болса, міндетті түрде астына пергамент қағазын төсеуді ұмытпаңыздар. Форма диаметрі менде 22 сантиметр. Алдын ала қызып тұрған пеште әуелі 180 градуста 20 минут пісіреміз. Одан кейін 160 градуста 30 минут шамасында пісіретін боламыз. Пирогтың піскен-піспегендігін міндетті түрде осылайынан тексеріп алыңыздар. Егер таяқшаларыңыз құрғақ болса, біздің пирог пісті деген сөз. Пирогты кеспес бұрын міндетті түрде кем дегенде 10 минуттай салқындатып алыңыздар. Одан кейін шетін барлығын осылай пышақпен босатып аласыздар. Формамыздан аламыз. Қараңыздар, бізде жұп-жұмсақ, өте күшті дәмді пирог пайда болды. Енді әсемдеуге кірісеміз. Ол үшін біз үстіне қазір 3 ас қасық қойылтылған сүт, яғни сгущенкамызды құямыз. Қасығымыздың көмегімен осылайынан ортасынан бастап шетіне қарай жағып шығамыз. Сіз өздеріңізге қалай ұнайды, солай әсемдей берсеңіздер болады. Мен осылайынан сгущенкамен және де миндальмен әсемдейтін боламын. Сіздер егер миндаль болмаса, грек жаңғағында қолдансаңыздар болады. Қалай ұнайды, солай әсемдей беруге болады. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі, жұмсақ, ең бастысы өте оңай жасалатын бұл пирогты міндетті түрде дайындап көрулеріңіз керек. Қазір сіздермен бірге кесіп көретін боламыз. Кесу барысында да пирогтың қандай жұмсақ екендігі көрініп тұр. Егер сіздерге видео ұнап жатқан болса, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Келесі кездескенше.